осы өнімдерді алып әттен дамытып жетілдіреді. Бұл кезде өзі 2-3 өнім болады. Мына 2 өнім болады. Дамытып жетілдіреді. Содан кейін барып мына Павел Спринг бүкіл өнімнің ата бабасы. Осы өнімнің ішіне жарты тонна суға алмасады. Мынаны қазір мысалға бір тамшысын мен 3,5 теңгеге тамызып алып кетіңізші, өзіңіз таңғаласыз. Мә, ол 3,5 теңге былай қарасаңыз. А бұл не? Бұл 100% концентрат. Бұның ішіне жарты тонна суға алмасады. Мына жерде жазып тұр, өзіміздің ұрпағымыз үшін деп жазып тұр, наследие наше потомство. Міне 68 жылғы тарихы жазып тұр, 68-ден басталған. Міне 68 жылғы. Осыда жаңа 120 мың тұрады. Мына екеуі бірге 120 мың. Неге? Бұны ішкен адам тіпті ауырмайды. Себебі жаңа коэнзим коэн суда еритін авторы Қазақстанның ғалымдары ағзамыз 80% судан тұрғанда сол пайдалы су. Коэнзим біз қартаямыз 35-тен бастап, терең қартаямыз 25-тен ерте. Сол 35-тен қартаю процесін тоқтатады. Адамға энергия береді, сосын қатып қалған әр ағзамызда отырған зиянды құрттарды тірілтіп шығаратын құрамы ең бай табиғи түрі су. Осыдан 11 өнім жасалынады. Мынадан. Неге құрттар тірілтіп шығарады? Бізде зиянды құрттар көп қой, қатып қалған іште. Сосын Ол сөйтіп әр ағзада отыр. Біреу толық, біреу қан қойылып кеткен, біреуге миома қойып жатыр. Бұл не істейді? Соның бәрін біреуден қанмен, термен, зәрмен, қимен, қақырықпен, жөтелмен, әлсіздікпен, қышымамен шығарады. Табиғи түрде. Не үшін жаман дерттерге әсер етіп жатыр? Не үшін 700 түрлі диагнозға әсер етіп жатыр? Міне осы біздің қазақтың ғалымдарының 2 ғасырда авторлары. 21 ғасырда осыны дамытып жетілдірген де қазақтың ғалымдары. Сөйтіп нарыққа шығару деген мәселе ғой, үлкен ақша. Оны алады да сетевиктер, кәсіби сетевиктер, басқа шетелдің компаниясынан дамыған кісілер алады да бұны нарыққа шығарып, Қазақстанның өзіміздің Алматы қаласында заводы бар. Заводта құрманғазы күймен құйылады. Толыққанды өзіміздікі ғой, түсіңіз бе? Құжаттары, адал сертификаты бәрі. Сөйтіп бұл нарыққа шыққан 6 жыл болды, бірақ әлемді жаулап кетті. Бренд деген атақты 1 жылдан алдық. Себебі бізге сапасы дәріден шаршадық, ақшаның далаға кеткеннен шаршады, елші үнемі. Және елді байқап отырсаңыз, ең ауырмайын деген адамның өзі шаршайды. Ұйқыдан тұрғанда кішкене бойыңыз ауырма, бітті, ол бойыңызда зиянды құрт бар деген сөз. Мынаны бір тамшысын пробаға не үшін алыңыздар деймін әйелдерге 1,5-3,5 теңгеге. Бұның сол бір тамшысын 1 литрға тамызып, көз, құлақ, мұрын, кіндік. Неге кіндік? Біз анамыздың ішінде жатқан кезде мәселе басталады бізде ше. Сол кіндік арқылы тамызған кезде таңғаласыз, бірақ тамшы жай су сияқты. Бірақ сіздің көзіңіз тамшы арқылы ми, құлақ, көздің бәрі жаңарған кезде омоложение 1 литрға. Ал енді 5 литрға диагнозы барлар ішеді, 10 литрға бір тамшыны дені саулар ішеді. Бірақ дені сау өкінішке орай таппай жатыр. Сондықтан міне мынау өнімнен мынау жасалады. Мысалға мен гарантия бере аламын. Енді бірінші құдай, себебі өзім экспериментімде 2 қызым менің класстасым миома. 50 жаста осыдан мен 3 жыл бұрын кірдім компания, қазір 53-темін. Екеуінің сол 2 пачкасы миомасын кетірді ғой. Екеуі уже биопсия тапсырамыз, біз қорқып жатыр деген 2 пачкасы. Осының 2 пачкасы 4 айға жетеді. Жігіттерде простатит деген қырғын қазір. Себебі қазір жігіттер атқа мінбейді, аста, суда, әуре болмашы әлепке, не бар шеш. Аста, ауада, суда құнарлымай тұр ғой, түсіндіңіз ба? Және информация постоянно артық миымыз жеп қойып жатыр. Ұйқы дұрыс емес елде. Осының бәрі, мысалға астың бәрін қарасаңыз 70% өтірік ас. Аппақ ұн мен аппақ қант. Асқазанға пихат етіп жатыр ше. Көңілді алдаймыз, дастархан бай дейміз, қарасаңыз. Сондықтан мына жерде мына не үшін генетиканы сурет тұр? Спид, алкоголь, неге әлі келмей жатқандарға наркотикқа әлі келіп жатыр. Генетиканы тазалайды. Тұқым қуалайтын аурулар бар ғой. Сол адамнан қалады, ішкен адамнан. Мысалы ол бала туатын болса, онда уже қайталанбайды тұқым қуалайтын ауру. Генетиканы тазалайды. Бұндай өнім әлемде жоқ, теңдесі жоқ, оны біз емес, сонау жаңа 48 ғалым айтып кеткен. Білесіз ғой, совет дәуірінің милары, мықты ғалымдардың. Бұлардың қазақтың өніміне теңдесі жоқ, баламасы жоқ. Қазақтың ғалымдары әлемдегі ең алдыңғы все впереди планеты казахстанский ученый деген атақ алып отыр. Сондықтан біз қазір мақтанамыз, Димашымызбен мақтанғандай мына өнімдермен қаншама адамға сауап жасап, қазір 11 елде ресми ашылдық. Иә, жаңа бір тамшысы. Осының тамшысынан мыналар жасалынады. Әлепке су бар ма екен? Су алдырам ба деп ойланып отырмын. Иә, жарты литр, литровый су ше, әлепке. Соны оптым алдырсақ па деп ше. Со суды ішсеңіздер, мына екеуін ішсеңіздер, еш нәрсе де керек майды қарап отырсаңыз ше. Со су жаңағы газированный ше, средний газированный, сильно болмайды қазір бізге ше. Қазір елге жүгіруге болмайды, сосуд нашар. Сильно газированный болмайды, средний газированный бірінші әлемдегі брендовый су саналады біздікі, осы заводтан шығарылады. Со суды
оптом ғана береді да завод. Соны ойлап едім, мысалы Айлятке бір 10 флаконның мысалға деймін да, оның несін алады, сіз аласыз, сөйтіп жинап алдырып алсақ депші, себебі доставкасының өзі ақша ғой. Бірақ ол арқылы сіздер даже